Жексенбет Айнұр Бақбергенқызы, Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы нөмір 2 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Ұстаз болу жолындағы алғашқы қадамды Шахмадан Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инженеринг университетіне оқуға түсіп, 4 жыл бойы университет қабырғасында білім алып, 2017 жылы аяқтадым. 2019 жылы алтын ұямызға аяқ басып, алғаш еңбек жолымды әлеуметтік педагог қызметінен бастадым. Бұл қызметтің маған берері көп болды. Соның ішінде әлеуметтік осал топтағы көп балалы, аз қамтылған, жартылай жетім, сәтсіз отбасы балаларымен, ата-аналармен жұмыс жасадым. Араға 1 жыл салып, бала күтімнен кейін өз мамандығым бойынша ресми түрде қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі атандым. Алғаш жұмысқа келгенде маған бекітілген тәлімгер Боранғали Бақтыгүл Оразғалиқызы өз тәжірибесімен бөлісіп, ұстаз болудың қыр-сырын үйретті. Күнтізбелік тақырыптық жоспар, қысқа мерзімді жоспар, электронды журнал толтырудың үлгілерімен сабақ барысында балалардың қызығушылығын арттыратын түрлі әдіс-тәсілдермен бөлісті. Шәкіртті жылы қабылдап, ұстаздары білім алмасатын, бірі кеңес беріп, бірі үлгі алмасатын оқу ордасы менің жұмыс жасауға деген қызығушылығымды арттырды. Сонымен қатар балаларға деген махаббатты оятты. Әр сыныппен танысып, әр түрлі жастағы оқушылармен жұмыстануды үйретті. Бала жүрегі кішкентай ғана күйсандық десек, сол күйсандықтың кілтін тауып, шәкірт жүрегіне терең бойлайтын, шебер, ұшқыр ойлы, қабілетті, әдебиет атты тылсым әлемнен еркін сыр шерте алатын ұстаз болу арманым. Жай ұстаз емес, жақсы ұстаз. Бойымдағы жастық жігерімді, күш-қуатым мен білімімді теңізге тамған тамшыдай болса да, осы жолда сарп ету менің ұстаздық ұстанымым. Өз шеберлігімді шыңдауға мектепшілік шаралар мен апталықтарда өзімді жан-жақты көрсете білуге тырыстым. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға, деп қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлы айтқандай. Мен ұстаз болуға өз қадамдарымда асықпай анық басып келе жатқан мұғаліммін.